Осыдан бір жыл бұрын Тәлім ТВ телеарнасындағы «Жеті келін» сериалы YouTube желісінде миллиондаған көрілімдер жинаған еді. Міне енді сол сериалдың екінші маусымының тұсаукесерін продюсер Қанат Қайырғазы мырза ерекше форматта қонақтар шақырып атап өтті. Бір әулеттің жеті келіні, жеті абысының арасындағы өмірлік қызық классика жанрына айналған тақырып төңірегінде режиссер және сценаристер қазақ даласындағы көре алмаушылық, алауыздық, бақталастық сияқты адам баласының болмысына сай қисық қасиеттердің зиянын әзілмен жеткізе білген. Енесі ел басқарып отырған президент сияқты соларды даналықпен, тәртіппен бір мәмілеге келтірумен шаршауда. Адамдар екі келіннің басын бір қазанға сыйғыза алмай отырғанда, жеті келінді бір әулетке сыйғызу айтпаса да түсінікті. Шара соңында кешке келген әр нәзік жанды қыздарға букет жасап, бір-бір сыпырғыш сыйлап, одан кейін әрине гүл беріп қуантып жіберді. Ал енді режиссер әрі сценарист Асқар Жұмекеевтің ойын білейік. Жеті келін сериалының режиссері Асеке, ойыңыздағы жеті келін болды ғой, сценарий жазуы барысында, түсірілім барысындағы. Қазір экранға шықты, сіз көрдіңіз, мен көрген жоқпын. Сіздің ойыңыздағы дүниенің қанша процентін шығардыңыз? 20%. Күлкі үшін түсіретін комедия болады, күлдіре отыра ой салатын комедия болады. Жеті келін тек күлдіріп қана қоймай, астар іздесең біраз ой сала біледі. Маған қандай ой салғаны маңызды емес. Сіз не көре алдыңыз, құрметті көрермен? Әлі көрмесеңіз, ішінде еш боқтығы жоқ, анайы сахналары жоқ, отбасыңызбен отырып көретін жеті келіннің екінші маусымының бірінші сериясы Тәлім ТВ-ның YouTube арнасында тұр. Алтын уақытыңызбен бағаланатын үліпіліңізбен пікіріңіз болса, тартынбай баса кетіңіз. Мүмкін болса, каналға тіркеле салсаңыз, шама келгенше сіздерге пайдалы болуға тырысып жүрмін. Ал бисмилля, мен жеткіздім, бөлістім, ары қарай көру, көрмеу өз еркіңізде. Так, қыздар, давайте, смело отыра беріңдер. Не дейсіңдер?